келіп бізге не қылады, сонда жеңісті алып кетеді. Маған не қылмайды. Жеңісті алып кетеді да апарып тапсыратын ана мынаулардың бәрін не қылып сөйтіп келеді ше. Мен енді оқуға жақсы оқыды, бірақ мен де оқуға түстім ғой. Оқуға түсіп, содан ана ерте үйлендім, 17 жасында, 18. Ана не қылатын ба, ана сен менің ба інісекенде жүрді Жеңістен, райкомдардың не көрсетіп қиясам, ана Жеңістен ана інісі ма дейді, біздің ағамыз десем, сен не деген екі өмірде қашан? Жоқ, жұмыс істегенде жүр. Иә. Інісекенде жүрді. Енді арасы біздің үлкен ағамыз деп. Содан оқуға екеуміз де түстік. Содан экзамен тапсырып жатқан кезде мен енді ауыр аяқ екемші. Бір күні Жеңіс балалардың несінде, общежитие. Мен қыздардың несінде болдым ана экзамен не қылдықшы, экзамен тапсырған кезде деп дайындалып. Содан бір күні аға келді, қолымда мынандай неге алмасы бар, келіп алманы маған берді. Содан мынандай кетіп баратқан кезде сол неді студент ағу дейміз ғой қазір. Кетіп баратқан кезімде бірдемеге аяғым не қылып етпетінен түсті ғой, құлап. Етпетінен жазды. Сөйтіп алманың бәрі домалап кетті. Содан ауырдым ғой, бана общежитияда комнатаға барып не қылдым. Соныменен сөйтсе, сол кезде іштегі баланың кіндігі үзіліп кетіп. Ішпеден түскен ғой. Сонан бірақ сол ана бір бес-алты не қылып сөйтсе бір врач 25 жастамын дейді. Әрең ана баланы не қылып алды. Сөйге шықтым да бір күнде 3 экзамен тапсырдым. Шығарма жаздым, мен салдым. Сөйтіп оқуға мен де түсіп кеттім. Содан енді ағаны ақылды қуғын дейтін қойылмайды. Сөйтіп енді саған болмайды, мынандай не қылдың деп мені маған айтпай, Жеңіс бошны мені заочный өстіріп жүр. Сонда мұна оқытсын деген ғой, ана ата-анаға қарасын деген. Мен ақылым ғой, кейінгі кезде ғана тіл шықты ғой. Жоқ, ол кезде заман сондай болады ма, ішіңе қарсы шықпайсыз, анасы жүру деген жоқ. Ол енді 20-дан асқан қыз емес, 17 жастағы. Қайдан атамызды не білеміз? Қырдыған адам емес. Соны көндіріп алғаннан кейін барып шешемменен нағашы апамды екеуін жіберіп маған айтсын.